Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Әйгерім Темірқыздан сіздерге жалынды сәлем. Біз бүгін жұмыртқасыз печенье дайындайтын боламыз. Яғни оған ешқандай қосып дайындатқанның қажеті жоқ. Бірінші табамызды жақсылап құрғатып аламыз. Оған ұнды салып, оны бөлек қойып қоямыз. Яғни ұн електен өткен болуы міндетті. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Және екінші табамызды аламыз, яғни екінші ыдысымызды аламыз, оны да құрғатып аламыз бірінші. Содан кейін барып, оныған бір стакан сүт құямыз. Сүттің жылылығы маңызды емес, салқын сүт болса да бәрібір. Одан кейін бір қасық ас содасын саламыз. Және бөлме температурасында тұрған балды саламыз, бір қасық. Балды маңызды емес, әртүрлі балды қолдана берсеңіздер болады. Балды салып болғаннан кейін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, яғни венчик болса венчикпен, миксер болса миксермен араластырыңыздар. Және үстіне шекерді салып, шекеріміз ерігенше біркелкі массаға келтіретін боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ал енді бізде тек қана ұн қалды. Тек ұнымызды бөліп қосамыз. Міндетті түрде бөліп қосыңыздар. Ол біздің осы панкейктеріміздің жақсы әрі әдемі көтерілуіне септігін тигізеді. Жақсылап араластырамыз. Жалпы қоюлығы қатты қою емес, сұйық формада болуы керек. Онда жақсылап қосып, бірнеше бөліктерге бөліп қосып араластырып аламыз. Осылай біздің тестамызды дайындап шығамыз. Тестамыз дайын болам дегенше біз газге табамызды қыздырып қоямыз. Бұл сковородкада дайындалатын ең оңай печеньенің түрі. Егер де сізде жұмыртқа болмаған жағдайда дайындалады. Бірінші табамызды жақсылап майлап аламыз. Майлап болғаннан кейін табамызды қыздырып, оттың астын бәсеңдетеміз. Одан кейін қасық, яғни үлкен ас қасықтың көмегімен осылай табамыздың әр жеріне құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде құйып болғаннан кейін бетін жабуды ұмытпаңыздар. Міне бетіне осындай көпіршіктері пайда болған кезде бетін жабамыз. Бетін жауып, сәл 1-2 минуттай күтеміз. Одан кейін келесі бетіне аударамыз. Міне бірінші беті осылай сап-сары әп-әдемі күшті болып көтеріліп пісетін болады. Мінекей арасын бөліп көрсетейін. Өте қуыз, әрі өте қатты көтерілген әп-әдемі печенье. Сонымен қатар бұл панкейк. Міндетті түрде арасына салма салсаңыздар болады. Салмасына сіздер шоколад, болмаса басқа да өзіңізге ұнамды дәнектерді, мездерді салсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздердің Әйгерім.